көздеген жетістікке жету жолында қиындықтар болады деп жаздым да. Кейін соңында қайшылай енді чемоданды салғаннан кейін оны тәуелділік жету үшін күресу деп ойлаймын. Талпыну, алды қарай ұмтылу, қиындықтан шығудың барлық жолын ойластырып қарау. Нағыз қайшыны алып, жаңа 3 қайшыны қатар тығып қойды, білімі деп ойлайық. Сол қайшыны алып, қолын кесіп, яғни қолындағы несін кессе, аяғындағысын кессе, жаңа білімін орынды, өмірге қажетті жерінде қолданатын болса, ол көкке ұшар еді. Енді әлемдік өзінің мақсатына, деңгейіне жетер еді. Енді арамызда көп мұғалімдер мынандай аттестацияға жарамды нәрсе тасқарсаңыздар. Міне бүгін өтпей қалдым, ертең бүйтпей қалдым, ана оқушы маған жылы қабақ танытпады, мына мұғалім маған былай сөйлеп қойды деп реніш, өкпе бәріне дұрыс түсінікпен әрбір нәрсенің өз межесі, берекесі бар екенін қадағалап қарап отырсаңыздар, жақсы күнге жетеді екенсіздер. Енді мынандай суреттер беріледі қазір тақтада. Соған әрқайсыңыз тағдайы. Осындай, осы суреттерді беремін қазір. Соған әркім өзінің ойын. Мысалы, екеуіңіз бір ойын. Отбасындағы әйел адам болсын, қандай бір сала болсын, міндетті түрде не бар? Проблемалар бар. Негативтер бар, да? Бірақ сол негативтің бәрінен, егер сен позитив ойласаң, сол оймен шығасың. Барлық проблемалардың сен дұрыс қана шешім қабылдайтын болсаң, дұрыс нәрсе ойланатын болсаң, кез келген адам, мына жерде екі суретте бір адам мысалы кең даланы, жазық даланы көріп тұр, ал бір адам тек қана торды көріп тұр. Яғни кез келген адамның әрбір іске, кез келген қимыл әрекетке әрқайсының өзінің бір көзқарасы бар. Яғни кім қалай ойлайды, солай көреді деген сөз ғой бұл. Мысалы, баланың жақсы жағын көре білетін ұстаз бар да, тек жаман жағын көре білетін ұстаз бар деген сияқты. Яғни кез келген адамның да жаман жағы бар, бірақ та соны көре білетін адам бар да. Сол сияқты әр адамның басында қандай программа бар, сол арқылы керек негізі. Информатика программаңыз. Шешім келіп отырмыз. Мұнда екі жолмен айтып бере аламын мен. Біріншісі енді физиологиялық тұрғыда бұл обыкновенді қалам, яғни екіге бөлсеңіз екі адам қолдан жазуға болады. Енді өмірге келетін болсақ, мысалы, мен өзім қалам деп алатын болсам, таныс жағдайда бір нәрсемен жүре беруге болмайды, немесе бір қиын проблема болатын болса, оны қасында әріптесіммен бөліп шеше аламын мен ол проблеманы. Бірақ мен дұрыс бөлдім ба? Мен қазір сәл басқаша ол кісінің маған ол азаматты айтқанымен бөлсем 90% соны болса, бас жағына бөліп кетсе, проблема бәрі менде қалады аяқ жағы. Ол кісі жазамай қалады бас жағы деген сияқты. Ал тура біз екеуміз ақылдасып шешетін болсақ, ол проблема шешіледі деп ойлаймын мен. Сондай тұжырым келіп отырмын. Жақтың пікір, ой айттыңыздар, жақсы. Ары қарай. Енді эмоционалдық жетілудің басты белгісі өз эмоциясын басқара алу, ашуланғанда айқайламау, келіспеушілікті агрессияға айналдырмау, үнсіздікпен жазаламау, истерияға берілмеу дейді, жаңағыдай күйгелектікке реніш арқылы манипуляция жасамау, өз қалауын анық түсіну және қарым-қатынастағы сәтсіздіктер үшін жауапкершілікті басқаға артпау деген қорытындыға келіп отырмыз, енді осындай. Мектепте енді жиі ренжісіп, ұрсып қалатын кісілер болса, осындай екен, егер кім олай жасады, демек эмоционалдық жетілудің әлі эмоционалдық жетілмей тұрған тұлға деп айтылады. Енді қараңыздар, біз бір мәтінді оқыдық, мәтіннен бір мазмұнын түсіндік. Демек, бұндай мәтінді тұтас мәтін дейді екенбіз, ары қарай. Мен осылай екіден бір қоянды екі оқпен ату мәтінді беріп, не бойынша сіздердің мәтінді біліп алдыңыздар, қандай нәрсе мәтін екен, не екен, мәтіннің не екенін біліп отырсыздар. Енді айқайлайтын, агрессия көрсететін, истерияға берілетін, үнсіздікпен манипуляция жасайтын, ренжігіш, өзіне аяушылық шақыратын, не қалайтынын білмейтін және өз сәтсіздіктері үшін өзгелерді кінәлайтын адамдардың бәрі эмоционалдық тұрғыдан жетілмеген деп айтады. Сол үшін эмоционалдық тұрғыдан жетілген ұстаз болуларыңызды тілеймін. Ренжіспей жүрейік бір-бірімізбен, Енді қазір мәтін сонымен қаншаға бөлінеді екен? Қарасаңыздар, үшке бөлінеді екен, Қандай мәтін?
тұтас мәтін, иә. Одан кейін дискретті мәтін, міне жаңағы мәтін берілген суретпен, диаграммамен, кестемен берілген мәтіннің бәрін дискретті мәтін дейміз. Ал кәдімгідей әңгіме, роман оқып жатқандарыңыздың бәрі ол тұтас мәтін, егер ішінде сурет жоқ болса, иә. Ал енді мынандай кестемен бірге мәтін мынандай кестемен немесе суретпен берілген болса, бұны аралас мәтін дейді екенбіз. Сонымен гуманитарлық бағыттағы кісілер мәтіннің үш түрін біліп алдыңыздар, иә. Ал қазір жаратылыстану бағытындағыны Гүлвира әпкелеріңіз айтады, иә. Сонымен тақырыбымыз қандай болды? Бүгінгі семинардың тақырыбын ашу үшін мәтіндік тапсырмаларды беріп отырамыз қазір. Тәжірибе алмасу мақсатымыз функционалдық сауаттылығын арттыру және оқу сауаттылығын дамыту, иә. Функционалдық сауаттылық дегенде әркім күніге айтып жатсыздар, иә. Әлсіздік, ептілікте ерлік деп айтады екен. Мұнда орынсыз жауаптар деген, өмір ұраны деген, жақсақ басылған мәтін ойыны, мәтін және нақтылық талант деген әдіс түрлері беріліп отыр, иә. Қайсысы қалай жасалатынын қазір ауызша қарап айтып, хабарласаңыздар бір-біріңізге, сосын тәжірибе жүзінде ой ойнап кетсек деп отырмыз. Жай ғана әшейін оқып хабарлап берсеңіздер, мысалы 6 адам келіп мына жерден стикерді алсаңыздар, тәжірибе жүзінде бір әдісті көрейік, 6 адам ортаға шығып, мына жерден стикерді алыңыздар. Бөліндіруге шарты, ептілікте ерлік деген әдіс ортаға бір зат қойылды, диктор мәтінді оқиды, енді тыңдармандар 2 рет бол соқты сөзін естігенде ортаға қойған затты алып қойған адам жеңіске жетеді, түсінікті ғой, ең алдымен егжей-тегжей естеріңізге сала кетейін. Еліміздің ежелгі ескі футбол алаңында 2 топ еселене ойнады. Елгезек Елпекбай 2 рет қолын ербеңдетіп иелере түсті. Емірене қарап отырған жанкүйерлер әр ойыншының екілене тепкен добын қалт жібермей қадағалап отыр. Есі кеткен Елпекбай 2 рет гол! Құлақ қалған қаладай мүлгіген тыныштықты 2 рет бұзды. Әбден ерлеріп алған ойыншылар ештеңеге қарар емес. Допты әрі-бері есеңгірете теуіп жүр. Сол мезетте бүкілі 2 рет гол! деп қарны шулады. Алайда доп мүлт кетті. Ойынның соңғы сәтінде етек-жеңін жиып алған Елпекбайдың дөп тепкен добы қақпашының қақ алдынан өтіп қақпаға дәл тиді. Осылайша Елпекбай 2 рет гол соқты. Жақсы, атыңыз кім? Алима, Сағынар тобы жеңіске жетті. Сонымен осындай өте мұқият тыңдау керек біз дегенді, мәтінді. Аттестацияда да осындай мәтіндер беріледі, сол кезде ұқыптап қарап тыңдап отырсаңыздар, дұрыстап оқысаңыздар, оқу сауаттылығы, демек мәтінді, сөзді бәрін аяқ жағына дейін тыңдау керек, аяқ жағына дейін түсініп оқу керек. Қазір көбісі бас жағын оқымай, жағын оқымай жағы жылдам өндеріңіз бір талай болды, бірақ мынау асығыстық сайтанның ісі дегенді естеріңізден шығармаңыздар, не болса да